Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен өте дәмді және өте жұп-жұмсақ болып шығатын үй жағдайында нан пісіретін боламыз. Бұл нанды мен күнделікті өз үйімде пісіріп жүрген наным жасалу жолымен сіздермен де бөлісейін деп шештім. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге жылы суымызға тұз, дрож, қантты салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнымызға қосып, жақсылап қамырлейміз. Қамырымыз орташа жұмсақтықта болу керек, өте қатты қылып жібермеңіздер. Осы нанға қажетті заттардың барлығының мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дәл сол өлшем бойынша жасасаңыздар, дәл менікіндей болып, жұп-жұмсақ болып шығады. Міне қамырымыз дәл осындай дәрежеге жеткеннен кейін үстіне кішкене сұйық май қосып, және де біркелкі болғанша қамырымызды илейміз. Міне қамырымыз осындай орташа жұмсақтықта болу керек. Сонан соң үстін мешокпен, сонан соң жылы майлықпен жауып, жылы жерге жарты сағат 1 сағатқа тындырып қоямыз. Міне қамыр менде 1 сағат тынып тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтерілген. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп, орташа 2 зуалақтап жасап аламыз. Бөліктерге бөліп алған қамырымызды осылай зуалақтап, тағы 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Міне қамырларымыз 5-10 минут тұрды, енді табамызға жайғастырамыз. Қамырымызды табаға салып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, кішкене ғана жайып, тағы да 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 5-10 минут демалды. Енді осы дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Әрине ол өз қалауларыңыз бойынша мен осылай жасадым. Жалпы дрож қосылған қамырды өте көп демалтырып жұмыс жасайтын болсаңыздар, жасап жатқан нәрселеріңіз міндетті түрде ойыңыздағыдай болып шығады. Міне қамырымызды осылай әдемі етіп жасап алдық. Енді үстіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқамызды бір тегіс етіп осылай жағып аламыз. Сонан соң қалауыңыз бойынша үстіне күнжіт сепсеңіздер болады. Кейін 200 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің нанымыз көріп тұрғандарыңыздай өте сап-сары болып, өте әдем болып пісіп шықты. Дәл осы жасаған рецептен менде осындай 2 нан шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап жеп көріңіздер, өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығады. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, осы видеоның астында комментарий бөліміне жазып сұрасаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздермен болған Фариза. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңыз үшін рахмет.